Жан ешқашан өлмейді. Ал тән өзімізді тану үшін ғана керек. Осыншалықты санасы сергек, зерек халықтың о дүние туралы түсінігі таяз болмаса керек еді. Жан ол мәңгілік, ол бізге дейін де болған, бізден кейін де болады. Тылсым дүниеге сенбейтіндер өзінің сенбейтіндігі туралы ойлап көрді ме екен? Сенбейді ғой, өйткені ода түйсік бар. Түйсік ол жаны барларда, сана сезімі барларда бар. Неге роботта жоқ? Өйткені оның ішінде жан жоқ. Ол сену, сенбеу дегені не екен де білмейді. Тозақ, жұмақ деген жоқ. Біздің тозақ, жұмақ деп жүргеніміз тылсым әлем ғана. Ол әлем үстіңгі қабат, астыңғы қабат болып бөлінедіміз. Дей тұрғанмен, бұл дүние уақытша тәрік еткендер. Үстіңгі не астыңғы қабатқа жол тартады. Осы дүниеде қылған ісіне қарай. Үстіңгі қабаттағылар рақат-парақат күй кешсе, астыңғы қабаттағылар қиындыққа душар боладымыз. Біздің жұмақ пен тозақ деп жүргеніміз сол шығар. Бірақ жан мәңгілік. Ол кете алмай осы дүниеде жұрттың мазасын алуы да мүмкін. Ләкін кеткен жанның қайтып келуі айқын деседі. Негізінен тәңіршілікте өз ұрпағынан өзін қайта туасын деп түсіндіреді. Бірақ менің бір білерім жан мәңгілік. Бізден өлімнен қорқуымыз биіктен секіруден қорқумен бірдей, немесе биікке ұшудан қорқумен бірдей. Жанымыз соны сезінеді. Яғни о дүниенің үстіңгі және астыңғы қабаттан тұратынын жанымыз сезетіндей. Ал енді жанның мәңгілік айналып жүретінін білген тәңіршіл көшпенділер өжет болмағанда отырықшы мен сіз өжет боламыз ба? Жан мәңгілік, жанымыз оны сезеді. Бізге оны түсіндіретін елші де керек емес, пайғамбар сияқты. Кітап та керек емес, Құран сияқты. Атырапты тануға құштар тәннің иесі, жан онсыз да ғылымға жақын келеді. Аттың құлағын қайшылауы, жерді тепсініп тұруы, құстың жоғары төмен ұшуына қарап, айналада болып жатқан құбылысты күн бұрын біліп отырған қазақ ақымақ емес. Оның дүниеге деген көзқарасының өзі бір кітап. Ауыздан ауызға өтіп, ненің не екенін білгенмен де, бірақ ненің неге ондай екені кеміскіленіп кеткен. Неге жазып қалдырмаған? Жазып қалдырғандары неге жоқ деген ой мазалайды. Жабайы Европаның қалай жедел дамып кеткені мені таңғалдырады. Бірде-бір жерден ғылымға жол ашатын бірдеңені тауып алғандай.